Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде әдебиетті оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осындай да ғажап бар. Бүгінгі оқитын әдебиетті оқудан тақырыбымыз Арыстан мен қозы. Жазған Леонардо да Винчи. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау. Мұғалім көмегімен үлгі бойынша шағын ертегілер, жұмбақтар жазу, санамақтар құрастыру. Жақсы, олай болса, қарайық. Жұмбақтарды шешейік. Бір аң бар, қайраты көп, болған күшті, басынан өткізеді әрбір істі. Дұрыс айтасыңдар, арыстан. Кішкентай ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар. Қозы, жарайсыңдар. Олай болса, төмендегі суретке зер салыңдар. Қандай ой туды? Арыстан мен қозы бір торда тұруы мүмкін бе? Ол неліктен қозыны жемей тұр деп ойлайсың? Жақсы, өз ойларыңызды айтып болсаңыздар, ары қарай кеттік. Сонымен салыстырайық. Арыстан туралы не білеміз? Арыстан аң патшасы. Арыстан айбатты, жыртқыш, жабайы аң. Көбінесе шөлді жерлерде кездеседі. 30-35 жыл өмір сүреді. Хайуанаттар бағында, орман тоғайларда кездеседі. Ал қозы үй жануары, 4 түлік малдың бірі. Шопан ата баласы, қойдың төлі. Ол өте сүйкімді, момын болады. Олар шөппен қоректенеді. Жақсы, олай болса ары қарай кеттік. Мәтінді түсініп оқы. Оқиын. Бірде арыстан тұрған тордың ішіне жаңа туған қозыны әкеліп тастады. Түк білмейтін жаңа туған қозы арыстаннан қорқудың орнына оның жанына жақын барып, үсті-басын иіскелеп, мазасын алады. Арыстанды өзімнің енем деп ойласа керек. Мұны көрген аң патшасы жас қозыны бас салып, жеудің орнына аңқиып тұрып қалды. Ал қозы болса, одан әрі еркінси, сүйкеніп тоқтар емес. Қайта оған жабысып, жақындай түсті. Айбатты арыстан жас қозының сүйкімді сәби қылығына қайран қалғандай, тәкаппар ұлылықпен, әрі іштей бір бейкүнә жылылықпен қайта қарай берді. Оны жей салуға батылы жетпеді. Сөйтіп, аш арыстан еріксіз көзін жұмып, қалғып кетті. Бұл шығарманы жазған Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи 1452 жылы өмірге келіп, 1519 жылы өмірден өткен итальян суретшісі. Ал енді Әубәкір Дастанұлы Нілібаев. Бұл осы Арыстан мен қозы мәтінін аударған, яғни қазақтың ақыны, аудармашы. Ол кісі 1928 жылы дүниеге келіп, 2014 жылы өмірден өткен. Әубәкір Дастанұлы көптеген өлең шығармаларды барлығын, яғни қазақ тіліне аударған. Жақсы, олай болса, ары қарай кеттік. Осы мәтіннен қандай ой түйдіңдер? Неліктен арыстан қозыны жемеді?
Яғни, мына жерге жазып қойды міне. Қозының бейкүнә сәби қылығына қайран қалып, тәкаппар ұлылықпен, әрі іштей бейкүнә жылылықпен қайта-қайта қарай беруі. Яғни, бұл жерде арыстанның ұлылығы, яғни қозының бейкүнә сәби қылығын көріп, оған бейкүнә жылылықпен қарауы. Мінекей, осы мәтіннен, яғни біз жылылықты, кішкене болса да мейірімділікті байқап отырмыз. Жақсы, ары қарай. Енді 4-ші тапсырма, ойланып жауап бер. Берілген мәтінді жалғастыр. Бір ғажап ел болыпты. Сол елде қасқыр мен қой, арыстан мен қозы бірге жүріпті. Түлкі мен тауық бір қорада тұрыпты. Көгершін мен қаршыға бір ұяда жұмыртқалапты. Айтыңдаршы, осындай ел болу мүмкін бе? Ал енді осы сұрақты мен сіздерге қойып отырмын. Сіздер қалай ойлайсыңдар? Сол жөнінде дәптерімізге жазып, маған көрсетуді ұмытпаңыздар. Үйге тапсырма, 4-ші тапсырма. Ары қарай, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.